Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электр тізбегі және оның құрамдас бөліктері, тоқ күші, кернеу. Оқу мақсаттарымыз: электр схемасының графикалық бейнелеуде электр тізбегі элементтерінің шартты белгілерін қолдану. Одан кейін кернеудің физикалық мағынасын, оның өлшем бірлігін түсіндіру. Сіздермен бірге болатын Мақпал Мұратқызы. Сабағымызды бастамас бұрын біз негізгі терминдермен танысып алайық. Терминдеріміз: тоқ күші, электр мөлшері, ампер, амперметр, кернеу, вольтметр және вольт. Мына біздің шартты белгілеріміз. Осы шартты белгілерге қарап отырып, қазір сызбаларды жасап көреміз. Сабағымызға кіріспес бұрын біз қайталау сұрақтарына жауап берейік. Сіздерге 4 сұрақ беріліп тұр. 4 сұраққа толық жауап берген адамға 5 балл қойылады. Ал енді балалар, сабағымызға кірісіп бастайық. Электр тізбегі және оның құрамдас бөліктері. Тоқ көзі электр тоғын тұтынушы, жалғаушы сымдар мен кілт электр тізбегін құрайды. Оны шартты белгілерден көре аламыз. Бастапқы бетінде тұр. Электр тізбегі ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Тоқ көзі ішкі тізбекке жалғанады, ал барлық қалған бөліктер сыртқы тізбекке жалғанады екен. Тізбектің негізгі құрамдас бөліктері олар: тоқ көзі, тұтынушы, жалғағыш сымдар және басқарушы және бақылаушы құралдар. Құралдар деп отырғанымыз олар вольтметр, амперметр деген құралдар. Енді мына схеманы қарап көрейік. Бұл өте қарапайым. Яғни оның ішінде тек қана амперметр бар. Содан кейін лампа бар. Міне тоқ көзінің қалай жүріп жатқанын көрсетеді. Тоқ күшінің бағыты беріліп тұр міне. Және амперметрдің тізбекке қосылғаны көрініп тұр. Бағытын біз білеміз, алдында да айтып өттік. Плюстан минусқа қарай жүреді екен, зарядтар тасымалданады екен. Және амперметр арқылы осының тоқтың қанша тоқ жүріп жатырғанын қарай аламыз. Амперметрге тоқ көзінің оң полюсының жалғағыш сымдары амперметрдің оң қысқышымен және теріс полюсы амперметрдің теріс қысқышымен жалғанады екен. Амперметр тоқ күші өлшеніп жатқан аспапқа тізбекте жалғанады және ол тізбектегі тоқты өлшеуге арналған құрал болып саналады. Тармақталмаған тізбектің барлық бөлігінде тоқ күшінің бірдей болатынын тәжірибе жүзінде көз жеткізуге болады. Не қарап отырсаңыздар, мынау жаңағы сызбамыздың суреттегі қадімгі біздің көре алатын түрі. Бұл жерде амперметр бар және вольтметр бар. Вольтметрдің қазір бізге не үшін керек екенін келесі слайдтарда түсінеміз. Мына жерде балалар, өзіміз электр тізбегін құрастырып, зерттеп жүргізіп көрейік. Бізде беріліп тұрғаны қалта фонарі, яғни бұл фонарик қалай жалғанып жұмыс жасап тұрғанын көре аламыз. Мына жерде білесіздер, кілт. Осы кілтті қосқан кезде біздің мына тоғымыз былайынан, стрелка осылайынан жүру арқылы тоқ айналып отырады екен. Сол кезде мына лампамыз біздің жанады. Яғни мына кілтті қосу арқылы біз қалта фонарын жаға алдық. Ал енді балалар, кернеуге тоқталайық. Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысын ол тоқ көзінің өрісін тудырады екен. Зарядтардың орнын ауыстыру кезінде электр өрісінің атқаратын жұмысын біз тоқ жұмысы деп атаймыз. Тізбектегі екі нүктенің арасындағы потенциалдар айырымы қаншалықты көп болса, оған жұмсалатын тоқ күші соншалықты көп болады екен. Яғни атқарылатын жұмыс көп болады екен. Потенциалдар айырымы деп отырғанымыз міне φ1 азайтылған φ2. Онымыз бізге кернеуге тең. Демек, мен кернеудің формуласын жазатын болсам, А бөлінген Q деймін. φ1 азайтылған φ2-нің орнына мен А-ны, яғни жұмысты қоя алады екенмін. Бұл жерде U деп отырғанымыз кернеу, А деп отырған тоқтың жұмысы, Q деп отырғанымыз ол заряд болады екен. Және кернеудің өлшем бірлігі вольт болады. Егер тізбек бөлігінде 1 джоуль жұмыстың арқасында 1 кулон заряд орнын ауыстырса, онда тізбек бөлігіндегі кернеу 1 вольт болады. Енді кернеуді өлшеу. Тізбектегі кернеуді өлшейтін құралды біз вольтметр деп атаймыз. Ол тізбекке параллель жалғанады. Амперметр бізде, қарап отырсаңыздар, міне біз вольтметр параллель жалғанады.
Амперметр бізде тізбектей жалғанады, ал вольтметріміз ол параллель жалғанады екен. Осыны ескеріңіздер. Ал енді балалар, сабақты тыңдап болған болсақ, миға шабуыл әдісі арқылы осы есептерді шығарып көрейік. 3 есеп берілген. Үшеуін де шығарып бастаймыз. Содан кейін балалар, ББ әдісі арқылы білгенім, білдім, білгім келеді деген сенің үшін толтырып, оны да окедусқа саламыз. Сабақ аяқталды, балалар, сау болыңыздар.